Душман Северодонецк шерына тоқтамадан ұжым еті. Анда артиллерия системалары қолланылмасынен ұрушлар девам еті. Луганск вилаятынан Арби мемориятынан ел басшысы Сергей Гайдай білдіргенне көре, Украина аскерлері шерынан Женебове шарқанда душман ұжымына ұрып қайтарды. Бірчоқ рус техникасы яқылған. Белогиревка қасабасында душман диверсантлары долаша. Ерлі шер ел басшысы айтқанна көре, евелсі 100 бен инсан яшыған Северодонецкте 11 бенге яқын сакен қалды. Руслар оны кеченлерде Рубежна шеріні кібі Вераниалына кетіре. Зараз рівняють Северодонецьк, оскільки не можуть його захопити за 1-2 дні, тому включається все, і авіаудари, і важка артилерія. Звісно, місто нищиться. Украина майджелері Бахмут юнелішіндекі, Берестове, Нагирне, Криничневе, роты қасабаларына душман ұжымына ұрып қайтарды. Бұл жебе қысма Северодонецкі бі ишғалжелері үшін пек мұйымдыр. Бұндан ғайры баш штабның малыматына көре, Рашислер Славянск шерінден 4 километр месафеде бұлынған Миколаевка шеріні ракетанен ұжым етті. Душман бұтын жебе сызығы бойы артиллерия системаларынан атеш açқан. Донецк юнелішінде есе авиация вастасынен ұжым еткен. З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне. Ишғал етілген Херсон шерінде дешетлі ел қазасы yüz берді. Ушаков жаддесі век кулык соқағанан ел чатышмасында палы елсызлық машинасынан кеткен Сарғуш Рус Арбии светофорынан қырмызы ишаретіне диққат етмейіп, бір қач машинанен чатышты. Шатлар айтқанына көре, екі инсан әлі қолды да 4 яралы кішіні әжелі ярдым машинасынан хастаханеге алып кеттілер. Телефон бағынен проблемалар себебінден инсанлар екімлеріні зорнен чағырып болған. 2 трупа, тип, русский солдат на крузаке летел. Геническ шеріндегі Украин яқыт станцияларына сайып чықып, Қырымдан олған яқытны сатмақ. Бөлі планна ерлі хайынве Геническ шерінен сабық ел башысы Геннадий Сывак, Аксеновнан меслячысы Рустем Метулаевнен музакер етті. Оларынан телефоннен қонышмасыны Украина телекеслік қызметі язып алды. Геническ район мемориятынан сабық ел башчысы Сейтумер Метулаевнан оғлы Қырымда бұлынып, яңы ишғал етілген территориялардaki Украин яқыт станцияларына насыл тұтып алмақны түшіне. Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит, нет. Ну, по законам спецоперации можно попользоваться ими. Мы завозим, сливаем, и продаем. Как-то так. Организовать работу я организую, бензин организую. Шу сырада Сывак онен разы ола, ама параны бірев қырсызламасын деп ейджанлана. Проблема в том, чтобы бабло не украли, понимаешь, как набрать обслуживающий персонал. А то мы распоряжений тут накидаем, чтобы бабло с подноса не увели. Вот в чем проблема. То есть мне нужно попасть на место и набрать обслуживающий персонал. Вот это как бы реальная тема. Чтобы мы ж не получили чуваками, которые напиздили кучу дров, а на деле не смогли бабло собрать. Меджлис рейсі Рифа Чубаровнан фқырны көре 8 ел евелсі ишғал етілген Қырымға қачқанлар Херсон вилаятының ишғал етілмесіне керек қайтмаға имкан оларақ көрді. Чубаров дейке Сейтумер Метулаев оның оғлы Рустем Геническ районында кенеді ұқымдарлықны қайтармаға істей. Анда оларының ичон ер тапылмағаны ичон сатқынлар қырсызлықнен оғырашмақ ичон имканлар қыдыра башлады. Ми знаємо точно, що вони приїхали туди і вели переговори з представниками російських спецслужб. Я маю на увазі вже на території Генічського району. Сейтумер Метулаєв дуже жадав сісти на своє старе, але таке бажане для нього крісло. Але окупанти на це не пішли.
в них свої розклади. Я думаю, що вони просто знайшли вже інших людей, з якими вони будуть там заробляти гроші на українській власності, яку зараз вивозять, розпродають, захоплюють. Сейтумер Неметулаев Девлет Хайнлига ве Украина топрақ бұтылнығыне қаст етуде шеклене. О 2014 сенесінден башлап Украина оқу қорujыларындан Қырымда сақланып, Қырым бірлігі адлы іш бірлікшілер тешкілятына құрды. Русияның арби жинайетлеріне қаршы наразылық білдірді. Кезлевнің işgalciler mahkemesi Yerli Sakinге женке қаршы шыққаны үшін 30.000 рубле пара жазасына белгіледі. Еркек Кезлевдеки театр мейданына плакатнен шықты. Біраздан ісе тұтылды. Кезлев Сакинны işgalcilerінің полис бөлігіне алып кеттілер. Веоңа низбетен сан кедерсін Рус ордосының итибардан түшірілмесі себебінден протокол тізділер. Işgalciler режимінен разы олмағанлар тақып етілмесі үшін яңа себеп февральнан 24-нде Украинаға қаршы женкнан яңа фазасы башланған сон пейда oldu. Украина омбудсмені офисінде есаплағанларына көре сонки ай ішінде айны уйдырма қанун бозылмасы себебінден 36 Қырым Сакина жазаланды. Санки дерсін Рус ордосының итибардан түшірілмесі үшін мартынан сонында Құрылтайынан меркезей сайлав комиссия рейсі Заир Смедляға 40.000 рубле пара жазасы, май сайында есе адвокат Эдем Семедляевке 75.000 рубле пара жазасы белгіленді. Işgalciler Таврия губерниясы аққанда арзу етіп, işgal етілген Херсон ве Қырымнан бір олмасы аққанда уйдырмалар тарқата. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжісі Тамила Ташева айтты. Онан сөздеріне көре işgalcilerінің Херсонда планлары керчеклешмеді. Сақты референдум біле кечіріліп ниетлері муафақиетсізлікке оғырады. Оның үшін Украинаның işgal етілген бұтын женюбына Қырымға қошмаға істейлер. Бұнен бірабер руслар Херсон вилиетінен işgal етілген территориясында сакинлерге рус паспортларына тарқатмаға істейді Ташева. Ми, як держава, звісно, що такі паспорти не визнаємо, це дуже важливо сказати. Власне, ми це не визнавали на території Кримського півострову і на території Донецької і Луганської областей. Це називається, згідно міжнародного права, нав'язане громадянство, тобто будь-який документ, який виданий на окупованій території, він є нікчемним, не несе жодної юридичної сили. Işgalcilerinin hareketlerine narazı olmaganlar birden Rus zalimlerinin eline tuşe deydi Tasheva. Onun sözlerine göre takipler Kırım'da olğanı gibi ssenariy boyunca ötkürülü. Ruslar müstakil jurnalist, faal ve işgalne narazı olmaganını açık aydın bildirgen insanlarına hırsızlay. Tahminen 600 insan şimdi Херсон vilayetining farklı yerlerinde mağazlarda tutula. Це і будівля одного з СІЗО в місті Херсоні, це і приміщення ПТУ номер 17 у Генічеську, тобто це не лише Херсон, а й Херсонська область. Відповідно, в Херсоні перебуває, за нашою інформацією, біля 300 людей в підвалах цих, решта людей знаходяться на території Херсонської області. Яқарлық ташыйчы машиналары үшін ешіл коридор. Сыңыр ве гумрук қызметінің векіллері илкевелі Украинаға яқарлық кетірген ве Европа бірлігі девлетлеріне яқарлық алмақ үшін кеткен юк машиналарына кечіре. Яқарлық ташыйчы машиналар әм Украинада, әмде қомшы Европа бірлігі девлетлерінде контрольны денев бетсіз кече. У випадку виникнення черг на державному кордоні таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону з виділенням в тому числі додаткових смуг для руху. Украинадан чықышта яқарлық ташыйчы машиналарына невбеті тізілсе, полис хадимлері оларына сыңыр кечітіне қадар озғарып, оларға айры юлақ бойы кечмек үшін весиқалар ресмелештірілмесінде ярдым ете. Яңылықларына айдайчыларды бегенді. Раніше були черги з бензовозів, я водій бензовозу. На сьогодні ніяких черг немає. Скорочена процедура оформлення до мінімуму. На сьогодні все прекрасно.
Украина инфраструктурасының виран етілмесі рашистлерінің esas мақсатларından бірідір. 20 Ермай базасы ve Ермайны ішлеген ең бұйық Украин заводы ракеталарынан ұжым етілді. A95 консалтинг группасында қайдеткенлеріне көре, шымды яқыт қытлығынан бағлы проблема яваш-яваш чезілі.